Ассалаумағалейкум. Бүгінгі бізде осы біздегі бүгінгі сабақта біз inherent сөзін өтетін боламыз. Inherent сөзі табиғи деген сөз. Тумысынан, яғни туылғаннан бар немесе сондай мағыналарды береді. Бұл adjective. Енді қазақшасымен айтып жіберейік. Табиғи, маңызды немесе тұрақты қасиет ретінде бар нәрсе, яғни тумысынан бар нәрсе. Бір нәрсенің табиғи бөлігі болып табылатын қасиеті. The ability to adapt to change is inherent in human nature. Яғни, өзгерістерге бейімделу қабілеті адамның табиғатына тән, яғни тумысынан бар, табиғатынан тән. Inherent in human nature. There are risks inherent in any form of investment. Яғни, инвестицияның кез келген түрінде табиғи қауіптер бар. Яғни, инвестицияның өзінің табиғатында қауіп деген нәрсе обязательно болады және бар. Freedom of speech is an inherent right in a democratic society. Яғни, сөз бостандығы бұл демократиялық қоғамның құқығындағы бар нәрсе. Яғни, бұл демократиялық қоғамда бұл кәдімгі табиғи құқық, бұл бар нәрсе, және бұл негізі табиғатынан бар. Демократия пайда болғаннан бастап бұл нәрсе бар деген сөз. Origins. Яғни, қай тілден келген екен? Бұл латын тілінен келген. Inherere. Яғни, stick in. Яғни, бұл не? Ішінде жабысып қалу. Яғни, бұл деген бұрыннан бері келе жатқан тумысынан бар дегенді білдіреді. Innate. Туа біткен. Intrinsic. Ішкі табиғи. Natural табиғи. Built-in кірістірілген. Essential маңызды. Acquired, external, accidental, learned, added. Антонимдері. Енді қорытындылай келе бұл қандай сөз болды? Inherent сөзі бұл яғни тумысынан бар деген adjective. Яғни сіз сен мысалы үшін бір қасиет туралы айтып жатсаң, сол қасиеттің алдына inherent деген сын есімді қоссаң, яғни ол тумысынан бар қасиет болып шыға келеді. Яғни inherent сөзін қоссаңыз, мінекей сондай болып, inherent kind, яғни тумысынан сондай жақсы, сондай сыпайы деген сияқты жақсы. Енді осындай болады. Ал жақсы, рахмет.